обзор істейтін боламыз. Менің опытым розби кешегі осыған арнап розби қылған едім. Сол үшін подписаться, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бірінші болып біз осындай бантик бар екен, осындайлар бар екен. Давайте сыртынан бастайықшы. Сыртында ештеңе жоқ қой болды. Оны осындай екен. Бірінші кіргенде осындай ромашка бар екен. Темберет екен, не отырсыздар ғой. Давайте енді мына секіріп көрейікші. Бермет болды. Короче, кіргенде осындай жасыл ағаш бар екен. Ағаш деген, по-моему, көктемнің белгісін келтіріп осындай қылған ау деймін. Осындай бір нәрселер бар екен. Мына тұқым ба сондай. Бұл 6 күннен кейін екен. 6 күннің қашан? Білмей тұрмын. Осындай тоғыры жүргенде мына жақта ромашка бар. Бұл да секірсең ақша береді екен. Давайте сосын мынаны ақырынша істейікші енді. Арқасына енді. Сосын осындай үй бар екен. Бұның барлығы 4 сәуір, апрель басталады екен. Мына үй береді екен. Бірақ 4 сәуір екен. Осындай екен. Сосын мына жақта үйге ақырында, ең соңында істейтін боламыз. Сосын мына жақта сәбіз екілген соңқа бар екен. Машина деп тұрғай көл машинаның арқасы. Мен осын обязательно алатын едім күшті. Сосын осындай забор бар несі екен. Сосын осындағы ромашка. Мына жақта көрсетіп кетейін. Мына жақта бізде тұқым. Сосын мына жақта осындай велосипед деп ғой. Самокат бар екен. Сосын осылай кіргенде уже біз қазір мына бағға кіріп кетеміз. Бұл осындай мына жақтында кірсек болады екен. Мына жақта шөптерді гүл өте күшті достар. Осындай сабыр. Мына жақта тамақтанатын пицца, коктейль. Сондай екен. Мына жақта полный ромашка, гүлдер толы, фонтан. Достар қайты жақсы ғой, иә. Мен үшін жақсы деп ойлаймын. Жаңа машина, күшті ғой, гүлдер. Осы шын өмірде болса гүлдерді есі күшті болып тұрады. Бізде осындай гүлдер кішкентай болады ғой. Енді мұндай үлкен емес қой. Енді өзі үлкен емес қой. Енді кішкентай барлығы. Мына да 4 болады екен. Ромашкалар осында ойында бір нәрсе береді. Мынаны бақ осындай толы осындай ромашкалар. Қас келіп қалдық достар. Үйге рум-тур жасайтын боламыз. Достар, сіздерге бір нәрсе көрсетіп кетейін. Елесеңіздер қараңыздар. Сіздер мына тұрған, мына фэмилидің төбесінде тұр ғой. Хамакамс деген. Соны бассаңыздар, сразу бол шығады. Не дегенде біз әр уақыт мысалы мұндай класстарды сіздер мұндақ кете бересіздер. Не дегенде көп адам самокатпен келіп жүрсе, ондай қылмай қойып нақып кете салады. Телепорт қасалды осы жаққа. Өте күшті қылды. Айтыңыз, Бурхананың немесе Роблокстың башы. Айтыңыздар, болмасы. Солар зор жағып жатыр ғой. Қарасыңыздар, осы гүлдер осы.
Не әртүрлі тюльпан арқып қояйықшы достар. Мен өзім тюльпандар жақсы көремін достар. Бұл емес. Будут. Яма. Бұды строишь. Күшті, тюльпан. Тюльпан ба? Тюльпан. Енді кеттік. Осындай тұқым екемізден. Әр жақтан. И кіргенде, короче, біз осындай картиналар күшті. Сарық пен розбек көк. Барса алласып күшті болып тұр. Бұл деген көктемнің белгісі. Енді осындай туалет бар екен әжетханада. Әжетханасы ғой, бірінші этаждағы кірген жерде. Мына жақта қонақ күтетін телевизор. И сосын мына жақта не дейді осының аты? Пеш деп берейінші. Сосын мына жаққа жүрсеңіздер. Кухня екен. Кухнясы маған өте жақты, негізінде көк. Мен өзі жасыл цветпен көкті жақсы көремін. Көк жақып бара жатыр. Көк, ақ, қара дегендер. Бұл жақты көрсеттім. Мына жақ тамақ ішетін жер. Сосын баспалдақпен шығатын боламыз. Шыққанда мына жағында осындай өзін демалып отыратын жай ғой. Сосын кіргенде мына жаққа кіргенде осындай дресс-рук дейді ма. Короче, осы жақтан қыласызда. Кейін мына жақта жататын жер, айнасы бар екен. Сол киінетін жері барлығы бар екен. Сосын мына жаққа жүргенде мына жақта бізде екі қыз немесе ұлдың анақасы жайы детский бөлмесі. Детский бөлмесі. Осына екі анақадан тұратын, екі кроваттан тұратын. Мына жақта осындай ванна, екі анақа екен. Мына жақта душ. Сосын мына жақта туалет. Енді давайте төбеге шығайық. Үшінші этажда бар ма не? Мына жаққа отырасыздар. Не? Көрпе. Өзі Индияда осынақа. Индиялар анақа отырады ғой, достар. Жастыққа. Оларыңқы жастық қой. Бізде жастыққа отырсың. Жастыққа отырма дейді ғой. Индияда бәрібір ғой. Короче, осында розы мен ақ араласқан кроват. И болып бізде бітті, достар. И достар. Шығып алайын. Короче, достар, видеоңызға лайк, комментарий, подписка етіп кетіңіздер. Сіздермен болған мұғинігіміз. Келесі қандай видео түсірсек болады, комментарий жазып кетіңіздер. Всем пока-пока.